Көздің қызаруы ненің белгісі? Осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырмын. Сондықтан менің каналыма жазылып, лайк басып тіркеліп өтіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлкен үлес қосыңыздар. Көз алмасының бетін алқызыл қан тамыр сторлары жайлап алды ма? Егер көздің қызаруы түн жарымға дейін интернетте отырудың немесе темекі түтіннің ортасында жұмыс істеудің салдарынан болса, ұйқыңызды қандырып, бөлмені желдетіп, таза ауада серуендеп қайтқан жөн. Бірақ көп жағдайда көздер мұндай қарапайым себептерден қызармайды. Тамшылардан абай болыңыз. Егер көз алмасының бетіндегі ұсақ қан тамырлары кәдімгідей кеңейіп кетсе, бұл шырышты қабықтың құрғақтығынан денеге салқын тигендіктен немесе аллергиялық реакциялардан болуы мүмкін. Қалай болғанда да бай балам салудың қажет жоқ. Көздің аздап қызаруы қалыпты жағдай. Бүгінде көздің қызарғанын кетіретін тамшылардың түрі бар. Алайда бұл тамшылар көз тамшыларын аса қажетті жағдайда ғана пайдалануға тырысыңыз. Өйткені көз тамшылардың ұзақ уақыт және шамадан тыс пайдалануға сол дәрі-дәрмекке байлап тастауы мүмкін. Оның үстіне препараттардан кейін әсер де күн өткен сайын төмендей береді. Екінші себебі мониторға жабысқандар. Егер күн сайын монитордан бас алмай жұмыс істесеңіз, көздеріңізге күш түсері анық. Олай болса, көздер бәрібір қызармай қоймайды. Сондықтан оларды жиі демалдырып тұрыңыз. Гигиеналық нормативтерге сай компьютерге алдында жұмыс істегенде әр 45 минут сайын 10-15 минут демалу керектігін жайлы бірнеше рет айтылып та жазылып та жатыр. Бірақ бұл медициналық кеңеске құлақ түретіндер кемде-кем. Егер бұл аллергия болса, көздер өзінен өзі қызармайды. Бұған кейде аллергиялық реакция себеп болуы мүмкін. Ағза неге қатты сезгіш екенін анықтау үшін аллергологиялық тесттен өту қажет. Бұл үй жануарларының жүніне, зенге, қандай да бір гүл аталығына, косметика құрамына, мақта маталарға, аң терісіне және тағы басқа себептерден болуы мүмкін. Басқа себептер А дәруменнің жетіспеушілігінде де көздің қызаруына себеп болуы мүмкін. Сәбіз, орам жапырақ, салат жапырақтары, бауыр, теңіз балықтарын, килеки, қышқыл, сүт өнімдерін жиі пайдалануға тырысыңыз. Қатты жел және аязды күнде де көздің қызаруына себеп болады. Ащы темекі түтіні немесе көп мөлшерде ішімдік ішуден, жұмыс бастылықтан көздің қызарып шығатыны айтпаса да түсінікті. Көздің қызаруы кезінде не істеуге болады? Әлбетте, бет пішінінің сұлулығына қызыл көздер кері әсер етеді. Әсіресе романтикалық немесе іскерлік кездесу алдында көздеріңіздің қызарып кетуі ыңғайсыздық тудырады. Мұндай жағдайда суық компресс көмекке келеді. Шүберекті суық сумен сулап, қабағыңыздың үстіне қойыңыз, немесе кішкене текше мұзды бет орамалға орап, қабағыңыздың үстіне 20 минуттай ұстаңыз. Тамырлар тарылып, білінбей қалады. Шаршаңқы көздерді картоп жақсы сергітеді. Шикі көкөністің бір тілімін қабағыңыздың үстіне 5 минуттай ұстаңыз. Егер айтылған кеңестің ешқайсысы пайдасыз болып, көзіңіздің қызарғаны кетпесе, ауруыңызды асқындырмай, тез арада дәрігерге қаралыңыз. Менің каналым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Рахмет.